Ассалаумағалейкум достар, мынау естеріңізде болса қолдан алған тұқымның қызанақ көшеттері. Әлеуметтік желіде тарап кеткен суретін бағарайды бір екшелек қызанақ ұстап піскен сурет. Сол қызанақтың тұқымдары. Негізі қолдан алынған тұқым болмайды деп жататын, бірақ мен бұны әдейі тексеріп жүрмін. Шынымен бола ма, болмай ма? Ұмытпасам, биыл 4-ші жылы екіп көріп отырмын бұны. Екіп көрім алай берсе. Осындай қызанақтан 1000 штуктай көшет өсіріп отырмын қазір. Алдағы уақытта Құдай қаласа наурыз айының аяғына қарай ма, немесе сәуір айының бас жағына полияға кететін болады. Енді оған дейін тағы да ұстап отырамыз бір айдан аса уақыт, бір айдай шамасында. Қазір мынау 50-лік кассетада тұр. Енді қазір бұны пикировка жасайтын боламын. Үлкендеу қалтаға. Өйткені тағы да бір айдай ұстау керек. Оған дейін гүлдеп те кетуі мүмкін бұл. Ары қарай көре береміз. Ал мынау Рексилан компаниясының номерный сорт еді, куштовой болды. Ашық саланка. Бұны бір қызық болсын деп бір төбе еккем. Гүлдеп отыр екен. Әлі байлауға уақыт болмай отыр. Құдай қаласа байлап тастайын. Байлап жіпке байлап қоямыз. Мына жерге дейін жұлып тастағам. Түйіндерім, пасинкаларын. И былай қарай көрейік енді. Өсіп шынымен де жылыжайда өнім бере ала ма. Мына жақ қалған көшеттер қолдан алынған қызанақтың көшеті. Бұл кішкене анадан қарағанда, жаңағыдайғы көшеттен қарағанда жапырақтары жасыл, қаны жасыл. Өйткені бұл пол көте тұр, биіктеу жерде. Сол себепті бұған күн жақсы түседі. Көрейік енді алдағы уақытта қалай өнім беретіндігін барлығын. Мынандай қалтаға пикировка жасайтын болам. 12-10 деген стаканчиктер. Бұл кішкене дәуірек. Бұдан да үлкендеу бар негізі, бірақ әрине енді қалтаның дәу болған жақсы, бірақ теплицама сыймайды, өйткені бұл жерде біраз нәрсе бар негізі. Сол себептен пока мынаған отырғыза тұрамыз. Енді көреміз. Кішкене тамыр тағы да толып сыймай жатса, мүмкін тағы пикировка жасаймыз, болмаса наурыз айының аяғына дейін шыдап қалу керек. Мынау өткендегі топырақ. Осымен пикировка жасайтын боламыз. Мінекей. Енді кішкене бір қолмен қиындау болады. Міне осылай пикировка жасап шығамыз. Бұл стақанда енді бір айдың шамасында ұстап тұруға болады. Сонымен ары қарай бұйырса полияға кететін болады.